Sınarım özünde bir ağız sözünde бұл сенің сағынып жүр. Сағынған бағынған келші деп жалынған сол жанның қадірін біл. Олар тек саған мейіледі, себебі тек сені сүйіп еді. Сен үшін сұлу боп боянады, ең ғажап көйлегін киеді. Сен басқа біреуге бармасын деп, басқаға ғашық боп қалмасын деп. Сен басқа біреуге бармасын деп, басқаға ғашық боп қалмасын деп. Тек сені сүйем деген сертіңде тұрақташы, сезімге ерік беріп әркімді ұнатпашы. Тым биік қызламасын, ешқашан қолатпашы. Тым нәзік қыз жүрегін ешқашан жылатпашы. Олар тек саған мейіледі, себебі тек сені сүйіп еді. Сен үшін сұлу боп боянады, ең ғажап көйлегін киеді. Сен басқа біреуге бармасын деп, басқаға ғашық боп қалмасын деп. Сен басқа біреуге бармасын деп, басқаға ғашық боп қалмасын деп. Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге Әлішер Қонысбаевтың «Ол ару» атты әніне гитарада разбор жасайтын боламын. Сондықтан осы видеоға лайк бас, астынан комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өйткені бұл каналдың әрі қарай дамуына өте үлкен әсерін тигізеді. Бұлардың аккордтарына келетін болсақ, бұл жерде бізде бірінші аккордымыз Em аккорды. Бұл жерде бірінші саусағымыз екінші латтың бесінші, соңғы саусағымыз екінші латтың төртінші шегінде тұрады. Одан кейін Di аккорды. Di бұл жерде бірінші саусағымыз екінші латтың үшінші, екінші саусағымыз екінші латтың бірінші, соңғы саусағымыз үшінші латтың екінші шегінде тұрады. Одан кейін G аккорды. G бұл жерде бірінші саусағымыз екінші латтың бесінші, екінші саусағымыз үшінші латтың алтыншы, соңғы саусағымыз үшінші латтың бірінші шегінде тұрады. Одан кейін С аккорды. С бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші латтың екінші, екінші саусағымыз екінші латтың төртінші, үшінші саусағымыз үшінші латтың бесінші шегінде тұрады. Одан кейінгі Am аккорды соңғы. Бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші латтың екінші, екінші саусағымыз екінші латтың төртінші, үшінші саусағымыз екінші латтың үшінші шегінде тұрады. Ал енді переворға келетін болсақ, бұл жерде 5, 3, 2, 1, 2, 3. Ал енді манағы барлық үйренген аккордтарымызбен қазір мен сіздерге осы әннің ойналу түрін көрсететін боламын. Енді бұл жерде мен каподасырды екінші латқа қойдым. Сіздердің дауыстарыңызға қандай лат келеді, сол келетін латқа осы каподасырды қойып айтуларыңызға болады. Енді бізде бірінші куплеті Em аккордтан басталады. Сынарым өзіңде, Di'ға барамыз. Бір ауыз сөзіңде болса, ол сені сағынып жүр. Енді қайталанады. Сағынған бағынған келші деп жалынған сол жанның. Di'ға барамыз. Сол жанның қадірін біл. Енді қайырмасы бізде Am аккордтан басталады. Олар тек саған мейіледі, себебі тек сені сүйіп еді. G'ға барамыз. Енді қайталанады. Сені үшін сұлу боп боянады, ең ғажап көйлегін киеді. Енді қайталанады. Сен басқа біреуге бармасын деп, басқаға ғашық боп қалмасын деп. Сен басқа біреуге бармасын деп, басқаға ғашық боп қалмасын деп. Енді келесі куплетімізде тағы да Em аккордтан басталады. Тек сені сүйем деген
аймерім сертінде тұрақта шайырца сезімге еріп берді сезімге еріп беріп әркімді ұнатпашы. Енді қайталадың айымнен басталады. Тым биік қыз намазын ешқашан құлатпашы. Тым нәзік қыз жүрегін ешқашан жылатпашы. Ол ару тек саған беріледі, себебі тек сені сүйеді. Сен үшін сұлу оянады, ең ғажап көйлегің киіледі. Сен басқа біреуге бармасын деп, басқаға ғашық боп қалмасын деп. Сен басқа біреуге бармасын деп, басқаға ғашық боп қалмасын деп. Ал достар, бүгінгі видео сіздерге ұнаса, осы видеоға лайк басып, астына комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.